Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгінгі біздің қозғайтын тақырыбымыз ең соңғы ханымыз Кенесары Қасымұлы жайлы болмақ. Егер де бауырым жаңа қазақ каналы ұнаса, астындағы подписация батырмасын басып, лайк басып кет. Қазақша YouTube арнаның дамуына өз үлесіңді қос. Кенесары Қасымұлы 1837-1847 жылдар аралығы қазақтардың патша үкіметіне қарсы барынша бұқаралық және ұзаққа созылған көтерілістерінің бірі болды. 19 ғасырдың 20-30 жылдарында отаршыл үкімет билігі мен қазақ халқының арасындағы қарым-қатынас елеулі түрде шиеленісе түсті. Біріншіден, кіші жүз бен орта жүздегі хан билігінің жойылуы сұлтандардың, билердің және батырлардың едәуір бөлігінің наразылығын туғызды. Екіншіден, патша үкіметі қазақ халқының ежелден келе жатқан дәстүрлі жерлерін әскери бекіністер салу үшін жаппай тартып ала бастады. Үшіншіден, бұрын Ресейге ешқандай алым-салық төлеп көрмеген қазақтарға ендігі жерде жасақ, түтін салығы, жол салығы сияқты алым-салық түрлері көбейе түсті. Қазақ өз жерін өзі жалға алып пайдаланатын күй кеше бастады. Төртіншіден, патша үкіметінің әскери отряды қазақ ауылдарына шабуыл жасап күн көрсетпеді. Осының бәрі байырғы жергілікті халықты қатты күйзеліске ұшыратты. Олардың күн көрісін қиындатып жіберді. Көтерілістің басты мақсаты қазақтардың патша үкіметі тартып алған ежелгі жерлерін өздеріне қайтарып алу, округтерді тарату, отаршылдар енгізген алым-салықтарды жою еді. Көтерілістің қозғаушы күші қатардағы қарапайым көшпенділер, сондай-ақ старшындар мен би батырлар, тіпті сұлтандар да болды. Көтерілісшілердің қалың қолына 300-дің атақты батырлары жетекшілік етті. Көтеріліске қатысушылар негізінен қазақ халқы еді. Бірақ олардың арасында орыстар мен башқұрт, өзбек, қарақалпақ, түркімен, тіпті поляктар және басқа халық өкілдері болды. Олардың кейбіреулері ханның ерекше сенімі мен құрметіне ие болып, жоғарғы лауазымды қызметтер атқарды. Мәселен, Кенесарының өзінің хатшысы бұрынғы орыс солдаты болды. Наурызбай сұлтанның атқосшысы да Николай Губин есімді орыс еді. Татар Әлім Ягудин әскери кеңестік мүшесі болды. Дипломатиялық қызметке ханның атынан өзбек Сейітқожа Оспанов басшылық етті. Бұлардың бәрі де Кенесарыға жақсы ұйымдастырылған тәртіпті әскер құруына көмектесті және көтерілісшілерге өздерінің жеке тәжірибелерін үйретті. 1841 жылдың қыркүйек айында 300-дің өкілдері бас қосқан жиында Кенесары Қасымұлы хан сайланды. Сөйтіп қазақ хандығы қалпына келтірілді. Патша үкіметі бұл жайсыз хабарды өте өкініш сезіммен естіп білді. Ендігі жерде Кенесары бастаған көтеріліс ұйымдасқан сипат ала бастады. Ұлт-азаттық күресті табысты жүргізу үшін Кенесары хан бір орталықтан басқарылатын мемлекет құрды. Оны ханның өзі басқарды. Ханның жағынан жоғарғы кеңесші орган өзіне барынша адал берілген батырлардан, билерден, сұлтандардан, жақын туыстарынан тұратын арнайы кеңес құрылды. Кенесары хандықты өзінің сенімді адамдары жасауылдар арқылы басқарды. Жасауылдар сот ісімен, шаруашылық мәселелермен, дипломатиялық жұмыстарымен, алым-салық жинаумен және әскери істермен айналысты. Жасауылдар сонымен қатар орталық үкімет билігі берген нұсқаулардың мұқият орындалуын, мал жайылымдарының дұрыс бөлініп, тиімді пайдалануын бақылады. Халықтың көңіл күйін де қадағалады. Хан билігі қызметінің оңды нәтижелері ретінде оның қол астындағы халық арасында алауыздық пен барымта алу жойылды. Кенесары мен Қоқан хандығы қарым-қатынасының шиеленісіп кетуінің өзіндік себебі де бар еді. Өйткені Қоқан хандығының билеушілері 1836 жылы оның бірге туған бауыры Саржан сұлтанды 1840 жылы әкесі Қасым төрені өлтірген болатын. Мұның өзі оның Қоқан хандығының билеушілеріне деген ыза кегін өршіте түсті. Қоқан хандығына қарсы күресте Кенесары Жанқожа Нұрхаметұлы батырдың көмегіне сүйенді. 1845 жылы Кенесары хан Қоқан хандығының жаңа құрған Жүлек және Созақ сияқты бекіністерін тартып алды. 1846 жылы Қоқанның және бір мықты бекінісі Меркіні де қолға қаратты. Содан бастап Қоқан хандығының қазақтарға озбырлық жасаушы уақытша болса да тыйылды. Бірақ Кенесары өзіне Қоқан мемлекеті сияқты және бір қатерлі дұшпан тауып алды. Отаршылдыққа қарсы күреске қазақтардың 300-інің бәрі бірдей белсене қатысуы патша үкіметінің зәресін ұшырды. Сондықтан да ол көтерілісшілерге
қарсы неғұрлым белсенді әрекеттер ұйымдастыруға кешті. 1842 жылы Орынбор губернаторы Перовскийді Обручев алмастырды. Мұның өзі Кенесарының ендігі жерде Орынбор генерал-губернатормен қарым-қатынасының нашарлауына алып барып соқтырды. Екі арадағы бейбіт келісім бұзылды. 1842 жылы Сатниковтың отряды Кенесарының ауылына қарақшылық шабуыл жасады. Жазалаушы отряд қыруар көп малды айдап әкетті. 10 адамды тұтқынға алды. Тұтқынға алынғандардың қатарында Кенесарының әйелі Күнімжан да болды. Кейінірек қазақ ханының басқа ауылында шабуыл жасай бастады. Ресей императоры Кенесары бастаған көтерілісті басу мәселесін ұдайы ерекше бақылауда ұстады. 1843 жылы ол қазақ ханына қарсы жорық ұйымдастыру жөнінде жарлыққа шығарды. Ханның басына 3000 сом мөлшерінде сыйлық жарияланды. Көтерілісшілер қарсы старшина Лебедев басқарған 300 солдаттан тұратын жазалаушы отряд жіберілді. 1843 жылдың тамыз айында сұлтандар Жантөреұлы мен Айшуағұлы бастаған екінші әскер жабдықталды. Онымен бір мезгілде Омбыдан, Петропавлдан, Қарқаралыдан әскерлер шықты. Патша үкіметінің әскерлері жергілікті жер жағдайын нашар білді. Оның үстіне дала сарбаздарына қарсы ұрыс жүргізудің ерекше әдісі қажет еді. Мұның бәрі де патша үкіметі жазалаушы әскерінің сілесін қатырды. Туған өлкенің жер жағдайын жақсы білетін Кенесары жауға қарсы шабуылды одан әрі үдетті. 1844 жылдың 20-сынан 21-не қараған түні Кенесары хан Тобыл өзенінің жоғарғы ағысында Жантөре сұлтанның әскеріне күйрете соққы берді. Кескілескен шайқаста сұлтанның 44 адамы қаза тапты. Бұл кезде Дуниковскийдің әскери тобы таяу маңда болған еді. Бірақ оның ұрысқа араласып Жантөре сұлтанды құтқарып алуға батылы жетпеді. Кенесарының жеңіс жігерлендірген негізгі күштері 1844 жылғы тамызда Екатерина станциясына шабуыл жасады. Бекіністің маңындағы елді мекенді өртеп жіберді. 40 адамды тұтқынға алды, қыруар малды айдап әкетті. Сонымен қатар мылтық, тапанша, қылыш, найза сияқты көптеген қару-жарақ түрлерін олжалады. Арнайы жіберілген жазалаушы отряд Кенесарының ауылына жете алған жоқ. Үкімет басындағыларды абыржушылықпен үрей биледі. Кенесары хан қырғыз жеріне жақын келді. Бұл кездері қырғыздар Қоқан хандығының ықпалында болатын. Хан Кенесары қырғыздарға Қоқан хандығының ықпалынан шығып, патша үкіметіне қарсы тұруына ұсыныс жасады. Бірақ қырғыздар Шыңғыс ұрпақтарына бағынуды арсанап, Қоқан хандығымен бірігіп, орманды манап қылып сайлап алды. Мұны білген Кенесары 2000 сарбазды қырғызға жіберді. Қоқан мен қырғыздың әскерлері 2000 сарбазды аяусыз өлтірді. Бұдан кейін Кенесары хан 1847 жылы сәуірде 10 мыңдай қолмен Қырғызстанның жеріне басып кірді. Қырғыздармен шайқас Ыстықкөл мен Шу өзенінің жоғарғы ағысы аралығында Кекілік Сеңгір тауының қойнауында өтті. Таныс емес таулық шатқал арасында қазақтар арасында абайсызда қоршауда қалып қойған болатын. Сұлтан мен Рүстемұлы ұлы жүздің ықпалды биі Сыпатай жасақтарының кенеттен шегініп азғана әскермен Кенесарыны тастап қашты. Тоқымаққа таяу жерде Кенесары 30-дан астам және азғана сарбазымен күші басым қарсыласымен ерлікпен шайқасып тұтқынға түсті. Тұтқынға түскен Кенесары хан қырғыз манаптарына күш біріктіріп Ресей империясымен соғысуға шақырды. Сұлтандар мен манаптар оған көнбей Кенесары ханды өлім жазасына бұйырды. Бірақ хан кенені өлтіруге қырғыздың да Қоқанның да сарбаздарының рухы жетпеді. Арасындағы сұлтандар бұл Шыңғыс ханның ұрпағы деп ұрпақ алу үшін қырғыз халқының қыздарын киіз үйге кіргізді. Хан кене қырғыздың қыздарына сендер ар-ұяттарыңды сақтап, өздеріңнің батыр жігіттерінен ұрпақ сүйіңдер деді. Сол сәтте арасындағы бір әйел шығып Кенесарының жүрегіне қанжар тықты. Жүрегін суырып алып шыққанда хан кененің жүрегінде түк болған екен. Бұл түк батырдың батырында болады. Біздегі тарихи дерек көздері осы. Ең соңғы Кенесары ханымызға арнап кино түсіруді Алла бізге нәсіп етсін. Аман болайық қазақ елі.